құшағат баяғыда нан алатын орысшамаса тихий молча деп қояды. Орысша сөз тіпті ана бір магнит сияқты тартып жүр мені. Ойбаға біреуге күлуге болмайды, байқаңдар, маған да күле бермеңдер. Бәрі содан кейін мен сияқты айқайлайтын адам болып кетесіңдер. Митингіге шығарып бәрі күле бермеңдер, маған ұқсап кетесіңдер. Шын айтамын, Аллах, мен мыналар ұқсап орысша сөйлеп жүріп кешірдім бері. Алдында да орысша білмейді. Тихий молча деп қоямын. Ойбаға осы күшті айтып тұр негізі. Қазысқа күле берді ол. Ем бар, бару керек аяқты келді. Жаңа жоқ еді ғой, келді. Шай ішуге шығып едім ғой. Бәрі күліп жатыр. Маған жыны келетіндер бар ма, қол көтеріңдер, блокқа салым. Бәрі тығылып қалады сонда. Ұнап келе жатыр, мына жын бәрін салдым бірақ. Бір 1000 адам кеткен шығар блокқа. Жынданып, қай күні бір баланы жалдақ қойдым. Жалдағаны 5 болады. Bir bala осының ішінде жүрді, мен түрінде көрген жоқпын. Сол бала маған көмектесті, екеулеп салдық қой бәрі. Мәсаған деп. Отырсын сояқта да, бізді күшті әңгіме айтып жатыр, мынау рахат қой. Отырып алып өсектепті оңбаған. Мені негізі әңгіме көрмесе күшті ғой, адам емдеп берем, күлдірем. Рахат қарапайым біз бүйтіп отқан мойыншақтағып саған бүйтіп отқан жоқпын. Не ол? Күшті, наоборот, маған ұнайды өзіме. Күшті болып әңгіме айтамыз, сосын енді қатты қиналып жатсаңдар айтсаңдар шығып айқайлаймын ғой, енді айқайлап жатырмын, нешінші рет айқайладық құрсын. Бүгін де қойларды айтып айқайлап, сонда тыныш отырмаймын, қасқа қоймаймын, қойдай. Кешегіде Мейрамбек Беспаев сап қойып жүрген едім, оны қой ет болады алып тастадым. Мейрамбек былай жақсы ғой негізі. Құрсын үштен алып тастадым. Үндемейді ғой маған. Жоқ, Димашқа тимеңдер, шешен, ладно. Кешені әбірәздің адамдары Димаш деп қоймайды. Адамдарда түк қасиет жоқ. Жоқ, Димаш деген бала ғой, оқысын қандай жақсы жігіт ол деген. Олай айтпаңдар, мен жек көремін ондайды. Димашты жек көріп Қытай мойындатты. Енді сендер өздерің оның әнін түсінбесеңдер, біз оның не кінәсі бар? Жоқ, адам деген ұят қой. Мә сауатсыз мына. Кеше тыңдап көрдім ғой сіздер, масқара адамның бір жері ұялады. Кәдімгі еркек бар ғой, боғауыз емес, сен қысы бар қатын сияқтысыңдар. Баяғыда бір подружкам екеуміз қойып едік. Подружка құрбымның қайнағасы болды. Бір осындай еркек адам, мен өзім жолдасым, бірақ ондай болмағасын. Мен жолдасым бір-екі айтады, ұрыспайды, осы мәңдейден лучше қағайрат болды. О еркек адам ұрыспай ұрған жақсы ғой. Салып жіберсей тақамаған жындарын кетпес, бейтімнен бір-ақ ұрып бермей метсақ қорқпай-ақ қой. Ондай әдетім жоқ, анандайға миымызды ағыса бермейді, еркектер қады. Біз айтайық та өсекті, сендерге не керек өсек? Димаш деген бірден айтыпты, әйел, мен еркек бала сияқты, мен ондай айтпаймын. Жоқ, Димаш деген әнін мойындаған үшін кінәсі жоқ. Сендерге де айтып берді, түсінген жоқсың. Біреуің былай қарап, біреуің мен мысалы өзім Димашты ең бірінші біздің Ақтөбеде бұл бала кішкентай бала ғой, 16 жаста ма. Бір жолдас баламыздың қызы күйеуге шықты. Содан бір Сәке деген мейрам кафе, тіпті әшейін кафенің ішінде болды, ресторанда да емес. Соның ішіне келіп, Астанадан бір жігіт келіп, как раз құда болып, бір крутой жігіт келіп, оқыған, білімді. Ол кезде біз олар крутой болып көрінеді, Астана көріп көрмегенбіз ғой енді. Бәріміз қарапайымбыз. Бірде бар, бірде жоқ ол кезде. Сондай қарапайым тұрамыз да, жаңа семья болған, жанұя құрған уақытымыз жаспыз. Ана кімдер үлкен жігіттер ғой, 70-ші жылғылар. Біздер қайда құрсын. Сөйтіп қызы күйеуге шығып, осы театрдың бәрі келді. Сол кезде қазір олар мен деген достарым, ана досы, қожайынның досы қылып қойдым, құрдасы бар бір. Театрдың жігіті күшті. Солары келіп, бәрі деген бейді ауыздарын ашып отыр. Театр олар деген көрілдеп тұр ғой, енді әлдері. Біз енді күнде жүргесін бізге білінбейді қазір. Оралбай сеңгірлер келіп. Содан жаңа Димаш келіп, керемет ән салды ғой. Оны бірақ асаба жігіт таныстырғанда күшті қылып таныстырып, бірақ ондай әлі алмаған ғой, енді бала ғой. Франциядан орын алған, шетелді бағындырған бірдеңе деген бір мықты әнші деп сөйтіп таныстырды да, ең соңында сондай арманы бар жігіт деп сөйтіп күлдірді да енді. Бірақ күшті сөзді арнады, неге жақсы сөз айту керек адам өмірде. Сол сөздің бәрі болды ғой қазір мысалы Димашта. Содан бір кішкентай жас бала шығып ән айтты. Мына бала деген. Мен бүйтіп, осы әрі былай қарап отыр едім, тек ән айтқан кезде бүйтіп
бүйтіп артыма 3 рет бұрылып қарадым ғой. Ана ән мысалы маған қатты әсер етті. Бір как будто үстімнен құбырсқа жүгіріп өткендей болды. Мурашка орысшаны. Түсінбей бүйтіп қарадым, бүйтіп бұрылып 3 рет қарадым, бірақ мына баланың дауысы неге ерекше, бұны ешкім көрмей ма деп. Бірақ халықтар тек қол соққандай қатты не істеген жоқ, бірақ ана жігіт, мен сосын жаңағы құда болып келген жігіт, как раз бізде жолдастар болғасын, солардың қайта-қайта столдарына барып сөйтіп жүрдік қой. Сол жігіт орнынан тұрды да $100 ақша берді, осылай $100. Бергенде кім Света Айтбаева да келіп өлең айтты, как раз мамасы, анасы. Сосын анасына берді. Мынандай баланы дүниеге әкеліп, мына бала бір жерден шығады деп, сразу ана жігіт солай айтты. Мына баланың дауысы деген ерекше екен. Осыны дүниеге әкелген сіз анасына берейінші деп $100 берді, осылай жұттым өзі сыйлыққа. Сол мен әлі есімде, мысалы ол кезде, бірақ халық ондай қатты, бірақ мән берген жоқ. Сол екеумізге әсер етті әйтеуір. Мен 3 рет бұрылып қарадым, артыма бүйтіп. Қазір мысалы мен кез келген ұшақпен ұшып бара жатқанда тек Димаштың әнін тыңдаймын или Құран тыңдаймын. Сосын көп әндер тыңдай алмаймын, ішім жыбырлап кетеді, қысылғам ше. Мына Димаштың әнін тыңдасаң, бір даусында адамға емдік қасиеті бар сияқты әсер етеді маған. Сондай керемет кісі ғой. Ол енді Қытайдар оны жақсы түсінетіні, ол Қытайды да кінәлай беруге болмайды. Олардың деген үлкен ұлы державы ғой олар деген. Бұрын тарихтары да олардың терең. Сосын өнерді бұлар қатты сүйетін халық, өзі нәзік бір сондай халық қой бұлар деген. Біз қайта өнерді қатты бағаламаймыз. Бізде қаншама өнер, мына біздің өнерімізді солай таныту керек. Мына Димаш енді өзінің несін танытып тұр ғой, өзінің Қайраттар Нұртастарды солай танытуға. Қайрат Нұртас кеше Өзбекстанды бұрқыратып жатыр, Ташкентті дүр сілкіндіріп жатыр концертімен. Солай істеу керек қой. Мына біздің айтыс, домбыра, күй бәрі деген ешкімде жоқ нәрселер ғой. Ол ана күйдің өзі кез келген дүниені мына баласы танытып. Сондықтан ол ондай әңгіме айтып Димашқа, мен мысалы тіл тигізсем, мен тек тіл мәселесімен ғой. Нағыз қызғаныш деген сондайдан айтылады. Мен кеше ана екі қызды қызғанып қоймайтын. Құрсын мен өзім күйеуім бар ғой, ол екеуің байын қызамаймын, немді қызамын, сол екеуің. Байлық өзімде шүкір бар. Бұтымда төсегім жоқ болып әңгіме айтып отқан жоқ, құйрығым жылтырап айтқан жоқ. Әйтеуір малым бар, ешкім бар, қойым бар деген сияқты. Өзім қанағатшылмын мен, мысалы өзімді баймын деп ойлаймын. Басыңда үйің болғасын, Ақжарда үйіміз бар ғой, шүкір. Қасында байым бар, немере келіп, шүкір ғой, енді одан артық не байлық керек. Ол құныға беретін күміс, алтын, міне бір әбіләзовтың адамдарын кеше тыңдасаң күлкіден көресің. Білмеймін, алты күміс дей ма, жердің астында үстінде. Қой тастап қойсын, оны бізге не керек бар? Ол күміс алтын қай қалып кетеміз, өлгенде мола қалып кетеміз бе? Қой тұрсы кереміз маған ештеңізді. Бұйырғаны болады. Алла тағаланың бұйыртқан несібесінен ешкім ешқайыққа кете алмайды. Мен тек кеше оларға ренжігенім, тағы да айтамын. Қазақша сөйлесе болды ғой деп. Қалған деген дымда емес қой үшін. Кешеге де Динараға бірақ бүгін сол қазақша сөйлеймін енді деп қоймайды. Байғыз аяқ біттім, жақсы қыз болып тұр. Серауны ымға түсініп тұр, көрдің бе? Солай қазақша сөйлеңсің, не ұрысып отырсыңдар, ұялмайды. Біз татуласып сонда өздерің ит болып қаласың ғой ертең. Мейірған кеше дымымды қоймаймын, әпейді көтендер тербендей болған әйелдер ұялмайсыңыз ғой. Бүйтіп серкілдеп жүр бе? Жоқ, мен айтсам өзімнің ауылдық тілмен айта беремін. Мәдениетті керек болса, бар ана отырмаса, оның ішінде құрсын, мен ішім бұсады. Бір әйел таңертеңнен кешке дейін мәдениетті күнде ақыл айтып жатыр. Оны тыңдауға жалған мен. Мені тыңдап отырсаң шыбырып бәрің. Ана әйел тыңдайсың да ішім пысып кетеді, бірақ мынау күшті ғой. Конкретно жобасынан айтасың тек. Төте жолмен тек, бір жолата мидағы іште бір жолата кіргізіп жібереді. Мұндайларды күнде ұйқысын ғой бар. Біреудің қызғалдаған ұрлап кеткен жоқса, мұны Омар күнде салды, сен Омар байсың ба? Қай күні сен рекеттердарға салып өтті ғой. Мынауың тұрғанымен ақша байқа, Ореке. Ана келіншекке бірдеңе қалды ма үйдегі? Невестаңа бірдеңе қалды ма? Бүкіл гүл салып алып жүрсің қалтаңа. Ойбай, тұратыр қайтесіңдер құрсын, маған ішегіріміз. Аман болып жүрсіңдер, бұлар маған алаңдамаңыздар. Мен халыққа көп күш салмаймын. Арасында айту өзім еміме бір келіп атқанда сұрарым, маған алаңдамаңдаршы, осы аман болып отырыңдаршы осы. Орысша неге қосасың дейді, сол иә, соны айтып жатыр енді. Өсекшіл қатын ат шықты. Айттық қой мана оны да саған, естімей қалдың ба не? Біреуге күлуге болмайды екен деп жатыр.
енді жүріп кетпесек болады әйтеуір шы деп жүріп шыларға көреміз өзіміз шығып жоқ енді айтуға болмайтын өмірі орысша білмейтін жынды білмеймін 2-3 күннен бері тілім тек мені орысша сөйлеп кетсем қарғап жатқан жоқ па олар мә қорқытып жүрмін орысшаны білмейтін едім бір орысша иә орысша қоса беретін болғам ұялып жүрмін соны қайта түзеп жатырмын адамға тыныштық бермесе құрсын негізі біреуге күлу болмайды екен орысша сөйлет деп күліп едім өзім сондай болайын деп жатырмын орысша сөйлеп кете бердім енді шы деп күліп шығып қысқа ту мына бір қан ішпес сабасына түсіпті мен күнде айқайлай бермей шығамын жынды ма осы көргенсіз әйелдер қазір блокқа салып тастаймын сен қатынды бар желкеңнен ұстап сайқалсымаш дейді әне осы ғой мына көрбақ қатын нағы бұдан сақауи мынау зуля деген қатын нағыз оңбаған әйел екен нағы жүйрін яны құртқан қатындар көп осының ішінде бар ғой мынау шынар деген қатын шықты сайқалшымар өзі сайқал болғасын сыр береді ғой бұндайлар қойшы бар құрышы бәріне қарай сайқал нағыз жүйрін яны құртқан менің не сайқалдығымды көріп отырсың да мысалы неге маған сондай сөзді лайықты қылып айтасың да жоқ сайқалдарды көрсетіп тұрып айтып жатқанда айтуға жарамайсың да ендігі маған сайқал сен сайқал деген сөзді кім айтатын болса қазақша ол жаман сөз қайта мен оны айтпаймын орысша әдемілеп айтып жүрмін бұларға шы деп ол қазақшасы в общем жаман сөз жоқ сондай адамдарға айқайлап жатқанда осы отырасыңдар ендігі маған айтып отыр мен 10 байға тидім бе 18 жаста тиді ғой қара дәуге миымды ағыза бермеңдер отырып алып мияулап мысық құсап қай жерде қалай сөйлеуді өздері білмейді маған айтқысы келеді ұрыны көрсетіп мынау ұры деп жатса мені ұры дейді ойбай мынау бәленше деп жатса мені келіп сөйтіп отырып қой құрсын сендер адам болмайсыңдар еще қоя қояйын енді мен ақ қояйын деп қойсаң тағы шығып беттерің қалынсыңдар отырған нағыз дыбыстан шығарма береке түсе келді нағыз ұнамай ма қазір 2 қатын кетті соңына келесі блокқа саламын жазған екен желкеңнен ұстап блокқа салайын мен сені міне тағы бір сайқал шықты өзі сыр береді ғой сондай сайқал мынау енді өзі көкек өз атын шақырыпты ғой сайқал болып сенің бір байыңды тартып алып жатырмын ба ақшаңды тартып алып жатырмын ба не ол басымды қатырма сайқал менде сенен қалған сияқты ғой сол қазір мына блокқа лақтырып жіберейінші тата достар нервімді құртады осылар тым жақсы отырасың ау бір күшті бір жақсы әйел болып отырайын дейсің мынау күліп былай кейде жүремін өзім былай деп осындайлар шығып алып қанын ішеді ғой құрсын қойшы деп қасиетті не істеп отырсың осындай әулиелер шыққан жоқ қасиетім деп келеді жоқ қасиет деген ол менен анау қағаз беріп кел әкесін танытып қазір қағаз жазып беремін саған әке қасиеті күшті гран-при ұтып ана емшілермен қалай қыдырасың ана өтірікті тыңдап отырайын ба мен ана емшілердің бір-екеуін ұрып масқара боламын бір тиктокта көп екен сондай емшілер 3-кратный мақтау грамотасын береміз дейді шошып кеттім мен украинаға соғысқа барып келген мынау деп ана емшілермен сөзін қаяқтан айтасың жоқ сертификат деп қойды әке жазып берейін мына қатың қасиетің ашылып қасиетсіз болып кетсін деп содан қол қойып беруіміз керек па былай осылай ол қасиет деген құдайдан келмей ма ана жақтан мына ана жақтан келу керек қой бұл дүниенің не қатысы бар оған ойбай бір сен дәрігер емессің укол тықпайсың ал системаны қалай емдейсің сосын қасиетсіздер ғой жүрген қай жақтағы қасиет саған баста қатырма қасиетті біреуден сұрамайды адам өзі болады ол маңдайдан былай ұрып өзі болады бәріміз сөйтті ғой білмеймін мен ешқай жақтан ештеңе алып келген жоқ тіпті саған бере қояйын беретін зат болса бар ғой осы жерде мә деп қолыңа ұстата қояйыншы болдық тойып болдық саған берейін осы айтып отқан сөздер адамдарды алдау керек қой бәрі шабып сосын ана жаққа шықсаң емшілердің кеше емшілер қоғам бүйтіп бір костюм шалбар кигізіп қойыпты әйтеуір бір еркекке сақайтып бөтектеп үстіне ана не пайдаланып қылықтарың дұрыс емес 3-кратный 20-кратный чемпион дейді бір жерге күресіп келсің ба сен ондай нәрсесі емшіге не керек болсын маған мысалы бір теңге керек жоқ болсын ондайсын ұялмайсың солай істеу кештеріңді көріп адам наданның әңгімесін айтып не күлесің неме күлетін әңгіме айтып отырмын жынды ма ондай ұят емес па олай мен бармаймын ондайға ұяламын мен ана жерде анау кемпірлер шығарып қойған медалдан орын қалмаған тек күнде жылда жинап алып медаль таққасын не қалсын
тіпті орын жоқ, орденге толған тек. Жоқ, емдейсіңдер ма? Үндерің шығармай, үйде емдей жүрсің. Бәрімізді сөйтіп атып түсінбеймін. Біреуін адам ұялады, бір көрсету, мен тек сынық салып қоймын, ұялам, бірақ жақсы болып кетеді. Анан ең бір түрлі ғой сыртынан қараған. Енді істеп атып, солай істеу керек болып тұр енді. Білмеймін айтып. Өзімді ұшықтаймын, бірақ өзімді сенемін, бірақ ана іштерін асатаяқпен ұрып алғам. Бірақ соны мына неден қарасаң, сырт көзге былай ыңғайсыздау енді шамалы. Мен сол көбіне ана сынығымды рахат, ол енді действительно күшті ғой. Былай қарай шығып тұрады, былай қарай кіріп кетеді, рахат көрсету болады. Аналарды көп салмаймын, ұяламын. Тағы бір түрлі сырт көзге ыңғайсыз көрінеді. Енді қазақтың ырымы ғой, шыққа былай ырымын жасайсың әйтеуір. Тисе терекке, тимесе бұтаққа, оған бұл ақша құртылуға қажет жоқ. Телефоннан да ала салуға соны. Тегін соны трехкратный, маған бәрін толтыр, мына бас. Енді қай қатыға дек ана кемпір деген. Қай күні бір кемпір дедек, бірінші орын алған ол кемпір дек. Білмеймін, бәрінде жеткізбей кетті. Ақша көп қой, сатып ала берген шығар, әрбір медаль 300 мың дек. 200 мыңды төлеп тек ала берген ол. Енді мұрындары қатарыз, қай қатырасың, қай жерін тағайын бар? Өлесің күркіленші. Соларды өсек демейді, осылар мен өсек дейді, сосын отырып алып. Мен соны шындықты айтқан бәрі шыны келеді ма? Соған ұят қой енді, мысалы, неге сөйте бересің де? Телефонды ашсаң айтуы біздің Қазақстанда бар ғой, медалды қатты береді ғой. Адам ұялады, бірінші, екінші медал, Барыс орденінің екіншісін берді. Мақпал апайға неге біріншісін бере салмаған? Біріншісін алып кеткен, біреу жеткізбей алып кеткен болып тұр ғой. Мақпал апайларға біріншісін беріп ғой, советский келатқан әншілер бар, советтің уақытынан келатқан. Барыс орденінің екіншісі несімен марапатталыпты кеше апай, біріншісін алып кеткен деймін. Әйтеуір телефонды ашсаң бір медал ғой. Бірінің үстіне бірін тағып аттап. Мен тіпті Мақпал апамнан бұрын Қазақстанның құрметті азаматы маған да берді ғой, маған неге берген маған? Біле тұр, мен де тұр. Бұл қалай алған білмеймін, бірақ осы қалай алған. Мен қасымда жөлік қатты сатып алған шығар солар. Мен қатысым жоқ айтып, мен бердім, мен барған жоқ, ұялып. Шошып кетіп Кагазана Альфия болды ғой менде. Сол бірден сол жөлікте болды, осы алған сияқты. Мен білмеймін осыларды қалай алған. Мына кісінің қолын бірақ ұстап көрген жоқпын. Дубайда жүрдім мен, как раз Дубайда жүрген кезімде звондайды маған. Ойбай, қайдасың сен? Анадай бірдеңе деген медал. Ой, құрсын, ондағы не деп қосасқанмын. Ойбай, құрсын, мен ұялам бар ғой. Мен істедім дедім. Біреудің аяғын қолын салып бердім дейді. Салсам мен де сала берем ғой, құрсын ол. Рақат қайта маған, рақаттан салсам мен қуып жүріп салып берем керек болса. Күшті ғой сынық салған. Мен алсам ақшамды алдым, бес базы салған жоқпын ғой десем. Жоқ дейсің. Бірақ қайырымдылыққа қатсам, соған бермесең. Берді мынаны. Сол сендер сондайға беріп ала бересің ма соса? Ұят емес па алған? Ұялап. Ең болмаса біреуді ұрып беріп, өлтіріп берейін ағасқа. Кімді өлтіру керек? Бар өлтіріп. Бір соя салайын, апар медал берсеңді. Жоқ, соғыс жоқ, дым жоқ. Медал бере берген ұят қой. Тұр енді мына кісіге рахмет. Оқып берейін ба? Кім Күлшат есік жауып жүрші, қазір барам уже. Мына оқып берейін, не деп берген, тыңдайық. Қазақстан Республикасының президент алғыс хаты дейді, алғыс хат бұны. Астына бірақ мына медал береді осындай. Құрметті Бағдагүл Чапайқызы, адам өміріндегі ең игі істердің бірі дейді, ол қамқорлық жасау. Мен ойладым ана көп жерге мен қайырымдылыққа қатыстым ғой, әкімшілікте. Сол шығар деп ойладым мен. Ақша бердік қой сана бірдемелерге. Бермесең ғой сұрай береді ғой. Адамдар бір-біріне қайырымдылық, мейірімділік таныту арқылы жақсылық жасайды дейді. Жазған оқиық. Қамқорлықты қажет ететін жандарға қол ұшын беру арқылы адам баласы жақсылыққа қадам бастайды дейді. Тыңда бастама. Осындай игі іс шараларды ұйымдастырып, сүрінгенге демеп, сынық салдым ғой, соны айтып тұрғанда. Жығылғанға тіреу болып, көмек көрсетіп жүргеніңіз үшін сізге алғыс білдіремін дейді. Президент айтқан сөз. Рахмет онда. Мына кісі түсінген менің кім екенімде. Сізге алғыс. Еңбек жолыңызға толағай табыспен, отбасыңызға береке, бірлік тілеймін. Міне, өз қолы тұр, пиджак тұр, Қасым-Жомарт Тоқаев, Астана, Ақорда.
2023 жыл сәуір айында берді маған. Дұрыс, мен қазір Дубайда жүрдім сол уақытта. Адам өміріндегі, пожалуйста, Қазақстан Республикасы медалында Қазақстанның сыйлы құрметті азаматшасы деп жазылған. Медалда бар үйде. Қой, мен рахмет, ондай болса дұрыс айтып тұр, шамалы болса. Әйтеуір соғысқа барып кет, бағда Украинаға демесе болады. Барам ғой енді, амал жоқ, бар десеңдер, ана медалды орнын жуым керек қой, барам. Өкінсе де берді осы. Өкінсе бұл кісіге тиіссем арасында. Мен бұны алуға ұялдым, бірақ құрсын. Халық деген әлі бұларды ондай қатты жақсы көрмейді ғой, 50%. Қазір бірақ жақсы көріп жатыр халық жайлап. Ол кезде бұларды көп жақсы көрген жоқ олар. Сосын ұялдым, шынымды айтсам, барып ананың қасына суретке түсуге ой байлады ғой, өз қолымен берем деп жатыр деп. Қой тұрады құрсын, әуелі ұят қасқана қасына тұрсам, халық мені жек көріп қалар құрсын. Мазақтап жүрер бүйтіп бәрі. Ойбай, ятай. Қой құрсын, жатайды бармай қалды содан. Аллах содан министр тағы шақырып. Сосын жоқ деп ем, сосын білмеймін, әкеп бір сосын Алматыға адам барып жатқан. Әйтеуір білмеймін, осылай келді. Сосын бір алтын адам деген бет, оны өтірік айтпаймын, 300 мың төледік оған. Ана қасындағы жүйрік қатындар қойған жоқ, бір кітапқа ендік, олардың бәрі ақша төледік, бірақ мынау именно тегін келді, осы тегін келді мынау. Мен өтірік айтпаймын, бір жаман жерім. Шындықты жақсы көремін, адал, ондайға адалмын. Шик көремін мен, шындық қой, бәрі Құдай ақы, Алла тұр ғой, міне Құдай көріп тұр мені. Берді, бірақ бұл кісі рахмет. Бұл кісі мен танимыз ғой, тайым ғой, үндеме қасқа естіп отқан жаңа быдықтар, құлақтар отыр бәрі, мені аңдап. Менің кеше Инстаграмға салған өлеңім дауысын бастапсыз, неге қорқып кеттіңдер ма? Әдейі рухтандырады сәуін, ол Путин келеді, ол Путиннен қорқып жүр, қазақша сөйлетуге. Жоқ, енді келсін Путин ағамыз, Путин бізге келіп, бәріңді қазір тебем қазақша сөйлесен демейді ғой, ол шөңіне кетеді ғой, Путиннің де абыройы жоқ қой, қалай қылсын. Селкілдеп жүр ғой, әйтеуір мында анда. Кеше Қытайға барды, ештеңе қарқ қылған жоқ, Қытай деген күшті ғой, бізбен күшті тікелей. Енді ол уже Қытай Қазақстанға бұл күні түсіп келеді, Россияның бұл жерде талтайып кеткен Россия жоқ, күні құрғаннан келеді ол. Кеше Қытайға барып сөзі өткен жоқ қой, еш нәрсесін қарқ қылып келген жоқ, бәрі ма? Біздің түбінде қазақ күшті боламыз, көресің, үйде отырып диванда жатып алып күшті боласыңдар. Сол соғыспағанның арқасы сол, бейбітшіліктің арқасы. Мына қасқа соғысам деп, енді абыройдан жүрдай болды, қасқаман деп жүр. Ол Қытай деген бұларды қазір кеше қарқ қылып қарсылған жоқ. Өйткені Қытай Трамппен күшті болды уже. Енді Путинмен күшті болса, Трамппен аралар дұрыс болмайды. Сосын сол жабағы қарсыла салды. Енді бұл енді Россия қазақша енді күшті сөз, енді заңда өзгеріп кетеді, көресің. Енді Россияның күні қаран, тек қана Қазақстан арқылы ол енді болды. Күні қаран болып қалдық. Путиннің күні қаран қазір. Мен емші ретінде сізге болжам керек па? Қазір ол ешқандай шалқайып кеткен жоқ, достық қарым-қатынаста келеді ол кісі. Енді Қазақстан арқылы бізге әйтеуір бір-екі нанымызды ескертіп кетеді енді. Ол үшін күшті бұл сүйінші хабар, бұл жолы Ресейден келеді қады. Сондықтан осы қадірімізді бірақ жоғалтып алмайық, құрсын ұятты. Не осы соған ұрынып деп отыр ғой, тыныш. Бәрібіріміз кім президент болғанда Қазақстанның абыройы ғой бірінші орын. Қалғаны мен түрі тұрсам үндеме, әлі талай байды қылғындырамыз. Сол кезде менімен бірге болдар, талаға қарай қашып бұға бермей. Өзім жауап берем ғой, қорықпасам ғой, тек жазса бір-екі сөзіңді. Дұрыс деп жазып кет болды. Бәрін қашып кетпей, шамал адам қалмай. Бұлай мен өзім баспен істеймін ғой, мен сіздерге әбіләзіптің адамдар емеспін. Шегіткен айғыр ұқсап секіре бермейміз. Өзі секіретін уақыттар бар, сол кезде секіре қойсыңдар ғой, мыналарға секірген кезде қолдап жүр, бір-екі заңдарын өзгертіп аламыз. Бәрі де жақсы болады, ештеңе жаманшылық көріп тұрған жоқ, бірақ Қазақстанда. Ешкімнің кемесінде ғой, тек ой бұрмой, ана байдың қыздары гүл алғыш, ой аяқтары әке шешесін жылатып әнжерге барып гүл алуға ұялшыш, әпейді қыздындар. Жігіттен алу керек, бір жігіттің не болмаса жүрегін жаулап бір Индияның патшасының баласы гүл әкеп беріп жатса екен, әңгіме жоқ, сұлулығымен тамсандырып. Үйіңдегі әке шешеңді жылатып, гүл алуға беттедім. Айдай болған қыздар ұялмайсыздар ма соны жүруге? Біздер деген әке шешемізді ешқашан олай қинап көрген жоқпыз. Ана 11-ші класс бітіріп жатқан қыздар үй алмайсыңдар ма, табақтай болып гүл алуға? Сол гүлді сен әке шешең айтпайсың, мама, әкем, анам
жүрші деп сондай байдың қыздары. Мен осы сыныптас қыздарыма көмектескім келеді, бір байдың қыздары ақылды болады, қазіргі байдың қыздары ақымақ, басында мүй жоқ қыздар. Өзінде Алматының балаларын қарашы, кеше онкология рак ауруымен балаларға ойыншық апарып беруге болады осы ешкі қыздар. Миллионның гүлін алған не басқа мүй шықты ма сен қыз? Сол миллионның гүлін ақшасынан 1 миллионды салып алып, сен байдың қызы. Бармайсың ба больницада қаншама жетімдер балаларға кішкентай алдасаң ғой, күнде жей бермейді олар тәтті тамақтар. Бір кішкентай балмұздақ, анау мынау қымбат шоколадтар апарып берсең ғой, қандай саған батасын беріп жолың ашылады. Үлкен жолға кетіп барасың сен. Шетелде жүресің ертең. Сондай миы жоқ әке шешесі қалай қылсын енді? Бала үшін әкеліп жатыр, қалай қылсын, әке шешесін аяйсың кейде, ренжітіп айта берсең, әпәйді қыз не, соны өзің ұялмайсың, қиналарда осындай байдың қыздар қандай мейірімді. Мейірімсіз қатыгез қыздар гүлді алып алып тұр, көздері бақырайып. Ұялмайсың, өзің еңбек етіп алсаң, саған әңгіме болмайды. Сондай гүлге дәрежесіне жетсең, саған әңгіме жоқ. Ана әлемді бағындырып, Димаш ағаларын қысып гүл алып жатсаң, саған әңгіме жоқ. Димаштарға берді ғой талай бұндай гүлдерді. Халық мойындап. Шешесін, әкесін тапқан табысын шашып, мәз болып тұрасыз. Не мәз болып тұрсың? Ұялмайсың ба солай істеуге? Ұнамай қалдыңыздар. Қабылданған жоқ деймін. Мен өзіміз байдың қызы болсам сөйтем, бірақ мен өзім балаларымды солай үйреттім. Бейбарыс деген біздің үйде бір байдың балалары бар. Мына перизат шамасы сараңда, бірақ перизатта береді, ол да алған жақсы үйреттім ғой мен. Қолтығы сасыған киімдерді сатып отырады ғой. Бір айтсаң бәрі әңгіме, үндеме бір ән шығатын, ол қойды ғой сөйтіп мен айқайлап бір екі рет. Әпәйдің әйел киіп алып киілген киімдерді сатып отырады. Жоқ, тума-туыстарыңызға берші, оны не істейсің, кидің ғой, болды ғой. Қолтығы шеріп біткен киімдерді сатып, біздің перизаттың кәсібі жаман, мен айқайлап қойғызым қайта. Әлі қоймайды бірақ. Біздің үйде ақылайлар, мен ақылайда бір сатып еді, айтып жатыр, ақылай құрсын, байдың келінсің ғой. Берші, сіңілдерің бар, не бар, ана тумалар арасында ырымдап алып киеді ғой. Сен сияқты жақсы жерге келін болсын, сатпа құрсын деп. Содан кейін сатпайды, ақылайдың бір жақсы жері ше, адам айтқан тыңдай қояды ғой. Перизат деген сөйлетпейді ол, кейде сата береді, әлі сатып жүрген сияқты. Қойшы ұрысып қаламын мен Пикошпен, сөйлеспейміз. Жоқ, не керек сатып, мысалы, беріп тумаларыңыздың арасында бар ғой, мен берем, бәрі таратып жіберем, алып кетеді. Бір-екі кигеннен кейін енді ақшаң бар, киін келмесе, бер қасыңдағы құрбыларыңыз киісін ырымдап байырлық шығады ғой адамға. Оны бүйтіп алып сатып отырады. Содан бір байып кетпейсіздер ғой. Қызым деген жаңа өзім перизат деген қызым бұл. Ол мынандайға мығым осылай жақсы көреді ме деп ақшаға ойып барады. Қойшы құрсын, ақшаға онша дәрменсіз емес бұл ондай. Шының бет ондай қатындар. Ақшаны адамға бергеннен кейін адам бір көңіліңде бай болған жақсы ғой, бай болғасын. Сонымен әлі бейбарысты, мен балам өзім сияқты, бірақ балам қолына ақша тұрмайды. Соны баяғыдан бізде сөйттік қой. Бейбарыстар 11 бітіргенде біз қанша нәрсе көмектестік, Есет атаның басына садақа бердік. Содан кейін мен мына өткенде бізде жыл сайын боран қатты болады ғой. Ана баланы не істеймін, бастайын бейбарысты. Камазистерге тамақ істетіп, тамақ апартқызам қыстай. Онан қалды жаңа мектепке, мектепті 1 қыркүйек күні біздің үйде сондай не бар, жанұялық өзіміздің неміз бар, дәстүріміз. 500 баланы киіндіреміз сабаққа дайындап. Бір мектептерден барып береді, өзі дізім береді соны. Солай үйрету керек қой, әпәйдік балаларсыңдар ғой. Ондай болмайды, анандай қылықтарың кеше дұрыс емес. Әнеуір Жаңөзеннің балалары шарт ақылдар құсап бақырып қуып жүреді ғой шама, ойдай қудыңдар ғой. Шаңғырып дөңгөлмеген ұқсап, біреудің майшасын сұрап әкеліп мініп. Оның қандай кайф сендерге, ана Алматының балаларын үлгі алыңдар. Қандай керемет тілектер жазып, батамызды беріп салып қойдық парақшамызға. Қараңдар бар, Инстаграмда тұр ғой. Мен барайын, адамдарым келіп тұр. Міне қатын енді қалқымау әтте өзінің тумасы. Өзіміздің қызымызды айтып жатыр ғой, мына қатын нағыз, мына қатын бар ғой, Құдай, мына қатынға біреу бәрін ұрсыңдар, жаңа қатынға, ана айтып отқан қарады. Перизат деген сол менің қызым ғой айтып отқан. Ақылай деген келінді қайта мақтап жатыр, қызды ұрысып жатыр.
міне ол қатын нағыз басында миы жоқ қатын екен, айтып отырған сөзін қарашы. Сол мына сөзің дұрыс па? Мен мана күн ұзаққа не адамгершілік туралы айтып жатырмын мен саған. Мына қатынның есі дұрыс емес пе? Мынадан туған қыз да дұрыс па? Мына шешесі ма сонда? Сондай қыздардың сөзін сөйлеп отыр. Өзінен басқасы. Өзіміздікін де айтып жатыр, уайымдама. Мен өзім деп отырмаймын олай. Мұрды таңқиған інілерімізді айтамыз ғой арасында. Әкім ағамды да айттым. Мен ондайым жоқ айналайын. Сен сияқты жүйелік емеспін. Қой басты қатырмаш. Не миымызды қатырып отырсың, мына жерге отырып алып. Мына қатын дұрыс емес қатын, блокқа кетесің сен қатыне. Басымызды қатырма давай. Жіберем ғой қазір жіберетін жаққа. Жоқ, мына елдікі дұрыс емес қой. Өтірік әңгіме айтып тұрсыз ба? Біз айтсақ, айтып жатыр өзімізді да, өзіміздікі де кісідікін де бәрін қосып айтып жатыр үндемей. Аты жөнін айтпай жатыр, қайта қорқып кешегіден тағы шабуылдап кетерсіңдер. Былай айтып жатыр. Кім екенін айтқан жоқ болса, қолтық сасқан адам. Миды ағызып отырайын кіріп алып. Если кіргілеріңіз келмесе қол көтерсіз, тағы кім бар? Блокқа жақтырып жіберейін былай қарай. Иә, өзімізге өндіріске айтты ғой соның бәрін. Қой барайын, адамдар келіп тұр. Песте шыған ба деп, мынау баласы отырмайды, жаңа ғана келді осы. Күн ұзаққа алысып, бір-бірлеп екі-үш топтар келіп. Бірақ көмекші қатындар слабый. Ана қатты жұмыс істейтін қыздар болады ғой, бірақ олар шамалы аферист болады. Олар енді жұмысты өлтіреді, бірақ қоянның суретін салып келіп өтірікті судыратады, ана адамдарды алдайды, ақшаларын бетеді. Қорқамыз. Мынадай адал қыздарды алсаң, бірші жүреді бұлар. Жүрмейтін аттар сияқты жүрмейді ғой, аттар ұру керек та қамшылап. Жүрмейтін ат сияқты жүреді. Андай аферист қатындарды алсаң, әкеңді танытып жібереді, жұмысыңды жүргізіп. Былай қарасаң, мен деген күшті сынықшымын ғой. Любой адамдарымыз азайды, потому что бүкіл аферистер кетіп еді, қуып жібермін бәрін. Қой кетші бәрін ағайды. Енді біршірағанды честный адамдармен қалды, бірақ бұлар жұмыс жасамайды, шындықты жақсы көреді. Білмеймін, сондай өздеріңіз байқамайсыздар ма өмірді соны? Алаяқтар қатты жұмыс істейді ғой, шындық Құдай ұрғандай, Құдайды шың ұрғандай жұмыс жасайды. Аты жөндерін айтпай қойын, сол алаяқтардың арқасында звезда болдым, бірақ өтірік айтпай. Олар деген жүріне аға деп бір выходкілер табады ау деймін, біз ондай выходка білмейміз ғой не екенін. Бүйтіп жүреді ғой әйтеуір, желпілдетіп тек бәрін. Бірақ ұят қой, мен ондайға да шыдай алмаймын. Өтірік айтып тұрады, көзіңді бақырайтып қойпа. Андай бай қатындарды жинап әкеледі, без очередь адамдарды кіргізеді, анау болса әке-бәке сәкелерді. Сондай қылып істейді ғой просто. Мынандай адал жолмен ширатпен кірі дегенге міне халық осылай азаяды. Сонда өтірік айтатын адам көп болып тұр, көрдің бе? Шындық айтатын адам аз. Шындықпен қалып едім, адамым азайды. Баяғы сыпылдатсаң, онда көбейін деп тұр, сып еткізсең. Сыпылдақ бізге жақпай тұр да ол. Жыпылдақ болғанда андай таныспен кіргісі келеді, бір звонокпен мысалы. Министр келді дегенде бәріміз қол соғып тұруымыз керек былай. Болмайды ғой, қарапайым адамдар далада қалады ғой. Қарапайым адаммен қалдым мен қазір. Ана біткендерін бәрін отчевать етіп жібердім. Іштен етпес болады осы бұйырған. Бірақ шындық жақсы ғой, не болғанда да. Жанат, не қума деп бәрі шындық қой менде. Не ұнамай қалса? Алаяқсың мен, алаяқ деген кезде бір қатын өзі ат шығады. Шы деген кезде шылар ат шығады. Өзі сондай жасын ғой. Шемқор десең, бір екі шемқор өзі аңырап отады, мөңіреп. Мен ғой дегендей. Неге спокойно отырмайсың? Саған әсер етпеу керек қой мына сөз. Таза адаммын мен деп қайта таза адамдардың бәрі қуанады, қайта ханым, давай ханумка, бәс аттың басын жібер дейді олар. Мұралар секіреді, тағы неге секіресің, не? Апатай, әкең жаман дедім ба, шешең жаман дедім ба, бірдеңе дұрыс болмады ау, Кеттім жұмысқа барамын. Давай достармен жұмысқа барайын.